Әріптестер, бүгін біз лаваштан үй жағдайында чипсы жасаймыз. Ол үшін біз мынаны квадрат қылып кесіп аламыз. Шеттерінен. Мен чипсімізді, лавашымызды көтірткіштеп кестіп, енді осыған паприка қосамыз. Бәрін көзбен қоса бересіз. Сосын тұз қосасыздар. Сосын оливковое масло или сұйық май можете. Үйдегі бармайды. И өздеріңізге ұнайтын любой приправаны қосуыңызға болады. Өздеріңізге ұнайтын. Сосын былай араластырамыз. Маған анау специальный духовканың қағазында төсеп, үстіне салуға болады. Мен енді қағазым болмағаннан кейін духовканың несін астына кішкене май жақтым да. Салдым. Сосын духовкаға 180 градусқа бір 15 минут, не 10 минут, не 5 минут духовкаңызға қарайсыздар ғой. Бұл тез піседі. Енді духовкаға міне листқа салдық осылай. Енді духовкаға 180 градусқа 10-15 минутқа қоясыздар. Енді қарап тұрыңыздар, бұл тез піседі. Біздің лаваштан дайындаған чипсіміз дайын. Міне көрдіңіз бе? Көрсетіп тұр. Лайк басып, подписка жасаңыздар.